Аманат партиясы фракциясының депутаттық сауалы Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа. Құрметті Берік Ноғайұлы, ашық ақпараттардан белгілі болғанда 2024 жылғы 21 желтоқсанда Семей қаласындағы номер 49 мектептің ұстазы Қуат Айтқалиев жаңа жылдық шыршаны безендіру кезінде жоғары биіктіктен құлап, ауыр жарақат алған. Қазіргі уақыттағы жағдайы өте ауыр. Осыған байланысты бірнеше мәселеге тоқталып өткіміз келеді. Баршаңызға белгілі, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен қабылданған педагог мәртебесі туралы заң ұстаздардың заңды мүддесі мен құқықтарын қорғауға арналған. Аталған заң мұғалімдердің негізгі қызметіне жатпайтын артық міндеттерден қорғауы шарт. Алайда осы жағдай педагог мәртебесі туралы заңның өрескел бұзылып тұрғандығын айқын көрсетеді. Осыған байланысты Аманат партиясының фракциясы келесі ұсыныстарды енгіземіз. Бірінші, мұғалімдерді заңсыз жұмысқа тарту шешімін қабылдаған және педагог мәртебесі туралы заңды бұзған тұлғалар анықталып, қатаң жауапкершілікке тартылсын. Бүгінгі таңда мектеп директорлары мен білім бөлімінің басшылары ғана жауапкершілікке тартылған. Бұл әділетсіз және қисынсыз деп санаймыз. Сондықтан да осы шешімді берген барлық тұлғалар анықталып, жауапкершілікке тартылсын деп айтамыз. Екінші, зардап шеккен педагогқа толық медициналық көмек көрсету және заңды өтемақы төлеу. Оның ішінде педагогтың алған жарақатын өндірістік жарақат деп тану және оған өмір бойы өндірістік жарақатқа берілетін төлем тағайындау қарастырылсын. Үшінші, педагог мәртебесі туралы заң талаптарын сақтамау жағдайларына байланысты еліміздің барлық облыстарындағы барлық орта мектептерде тексеріс жүргізіліп, ұстаздарымыздың құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған қосымша шаралар қабылдансын. Құрметті Берік Ноғайұлы, осы мәселені жеке бақылауға алуыңызды және зардап шеккен жағдайы ауыр педагог Қуат Айтқалиевтің құқықтарын толық қорғауды қамтамасыз етуде нақты шаралар қабылдауыңызды сұраймыз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшелері және осы депутаттық сауалға қол қойған, қолдаған барлық мәжіліс депутаттары. Рахмет.